Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерді бүгінгі өзіміздің подкастымызда көргенімізге өте қуаныштымыз. Бүгінгі менің подкастымның қонағы сонау Шымкент қаласынан келген психолог, практик, кәсіпкер, бір баланың анасы Айгүл ханым. Айгүл ханым, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Осы оқырмандарға өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен атым Айгүл, бір баланың анасымын, бір немеренің әжесімін, келінім бар, үлкен жастағы ұлым бар. Өзім 15 жыл мұғалім болып істегенмін, жыл мұғалім болғам, одан кейін 7 жыл бизнес істедім. Бизнесте де психологияның өте бір керектігі бар, түсінесіз, ақшаны психологиясыз табу мүмкін емес негізі. Одан кейін күйеуім қайтыс болғаннан кейін қатты депрессияға түсемін де, содан түбегейлі психологияны зерттеуге кірісемін. Осылай психология келіп қалған. Осы психологияға келгеніңізге қанша жыл болды, Айгүл ханым? Негізі мен студенттік кезден бастап психологиядан всегда орын алатынмын. Диссертациялар қорғап, психолог мұғалімдер артымнан қалмай жүретін да. Содан да білемін да, қазір түсінемін, что Құдай бізге әрқашан жолымызды көрсетіп тұрады екен. Бізге өзі, мен негізі оған анық сенемін, Құдай берген әрбір адамға өзінің таланты бар да, өзінің ерекшелігі бар. Соған қарағанда мен не үшін студенттік кезде мысалы психологиямен шұғылдандым, мұғалімдер артымнан қалмай, диссертация, неше түрлі жарыстарға қатысып, өмір бірінші орын алатынмын да. Сол кезде осы психологияға түбегейлі занимация кет, осы сенің өнерің, осы сенің табиғатың дегенде мен тыңдамастан педагогикаға кетіп қалған тұғым да. Соны қазір ойлап тұрсам, Құдай негізі бізге өмірімізде үнемі подсказка береді екен, үнемі жол көрсетіп тұрады екен, бірақ біз оны тыңдамай адамның жолына түсіп кетеді екенбіз да. Сонымен қазір бір 5-6 жыл болды, өте терең ғылыми жағынан, діни жағынан барлығын зерттеп, қазір практик психолог қана емес, жеке кәсіпкер ғана емес, еще Құдай танушымын. Айгүл ханым, айтыңызшы, қазір айтып жатады, не көп психологтар көп, не көп коучтар көп, олардың барлығы адамның санасын улап жатыр, барлығы білгіш, барлығы айтқыш. Осы нәрсеге сіздің көзқарасыңыз қалай? Шындап келгенде, мен егер психология мен Құдай тану бұл екі түрлі деңгейде. Психология бұл физикалық адам деңгейінде, ал Құдай тану ол уже жан деңгейінде, көзге көрінбейтін дене деңгейінде. Сондықтан мен тіпті өзім клиенттеріме айтам, кез келген